Қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар алаяқтық схемаларды әртүрлі жолдармен жасырады. Бұл зергерлік бұйымдарды, туристік жолдамаларды, бағалы қағаздарды сатып алу-сату қызметтері. Сондай-ақ, криптовалюталар мен биткоиндерді сатудың жаңа тәсілдері болуы мүмкін. Сонымен қатар, қаржы пирамидаларын үйден шықпай мессенджерлердегі чаттар және хабарлама жіберу арқылы құру деректері де бар. Агенттіктің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаментіне 25 адам қаржы пирамидасына шағымданған. Тексеру барысында Түркістан қаласының тұрғыны WhatsApp мессенджерінде Асыл Инвест оборот 30%, 30% 3 күнде чаттарын құрып, хабарлама тарату арқылы азаматтардың қаражатын тартқаны анықталды. Салымшыларға салым соманың 30% мөлшерінде пайда алуға кепілдік берілді. Ақша банктік шоттарына Каспий қосымшасы арқылы аударылды. Қазіргі уақытта шағым берген тұлғаларға келтірілген шығын сомасы 24 миллион теңгеден асады. Агенттік азаматтарды қысқа уақыт ішінде үлкен пайда әкелетін күмәнді жобаларға қатысудан аулақ болуға шақырады. Егер сіз қаржы пирамидасына тап болсаңыз, немесе ұқсас пирамидаға сіздің таныстарыңыз тартылған болса, агенттікке немесе аумақтық департаментіне хабарласыңыз.